постуңузда көрүшүүдү жокко чыгарыпсыз. Астындағы пікірлерге жоққа шығарған жоқпын. көрісу Күнін жоққа шығардыңыз. Көрісу күнін жоққа шығардыңыз. Астындағы пікірлердің дені алды 50-60-ға тартқан азаматтар біз бала күннен көз ашқалы, ес білгелі осы күнді осыны мейрам деп тойлап келе жатырмыз. Оны жоққа шығару дегеніміз қалай деп сізге қарсы пікір айтып жатқандар бар. Адамның ақпаратты қабылдау мүмкіндігі төмендеп кетті. Бір сөз айтсаңыз, оны ежіктеп айтпайынша түсінбейді, қабылдамайды. Көрісу ғұрып бар, күн жоқ. Өйткені көріспеген адамдар бір ай бойы көрісе береді. Ол бір күнге байланбайды. Ал оның ең басты мәні не? Ол жаңа жыл. Әуелі жасың құтты болсын дейді. Көрдіңіз ба? Солай құттықтасады, солай көріседі. Яғни оның мәні неде? Себебі неде? Жаңа жыл екендігінде, жыл басы екендігінде.